Соғыста оңбай жеңіліске ұшырау. Оккупация. Қорлық пен жоқшылық. Мынау екінші дүниежүзілік соғысынан кейінгі Германияның көрінісі. Елдің территориясы қысқартылып, өнеркәсібі мен экономикасы қолдырап кеткені аз болғандай, жеңіске жеткен елдер Германияны бершесінен қарызға батырып кетеді. Бұндай елдің болашағы қандай болуы мүмкін? Әлемнің ең сапалы әрі үздік көліктері мен дәрі-дәрмектері, ең танымал әрі табысты киім брендтері, ең жүйелі футбол мен мінсіз жолдар. Ал мынау болса, сол Германияны соғыста жеңген Ресей бастаған ТМД елдері. Қалайша Берлинді қиратқан Кеңес одағының мұрагері болған Ресейдің өзі қазіргі таңда немістің қымбат автобусын мініп, дәрісін ішіп, киімін киіп кетті. Қалайша соғыста жеңіліп қирап қалған мемлекет Еуропаның номері бірінші экономикасына айнала білді. Сіздерге де бұл қызықты болса, шай кофеларыңызды демдеп алып, бізге құлақ асыңыздар. Бұл Friday Time арнасы, менің есімім Тілеухан Шыңғысханұлы. Бұл арнада тарих арқылы бүгінгі күнімізді түсіндіреміз. Сонымен Mercedes, BMW, Airbus, жалпы Германия кеттік. Осқынсыз мұрты бар оңбаған суретші у ішіп өзіне қол жұмсағаннан кейін одақтас мемлекеттердің жеңісі жақындай түседі. Соғыс біткен соң жеңіске жеткен мемлекеттер, яғни ақш, Англия, Франция және Кеңес одағы Германияны 4 оккупациялық аймаққа бөліп алады. Әлбетте, жеңімпаз мемлекеттер Германияны қатаң жазалап, бұдан былай бас көтере алмас үшін оны тонап, қирата бастайды. Алайда кенеттен батыс елдері бұл саясаттан бас тартып, Германияның миллиардтаған қарыздарын кешіріп қана қоймай, керісінше оған сол миллиардтарды оның экономикасына құйып, неміс елін көтере бастайды. Қалайша кеше ғана аяусыз өлтіріп жатқан неміс жауын американдықтар осылайша қолдап кетті. Неге бұлай болды? Бұның бірнеше себептері бар. Бірінші әрі басты себебі идеологиялық соғыс, немесе суық соғысы. Орыс тіліндегі холодная война деген сөз тіркесті көп естіген шығарсыздар. Мінекей, мәселе осында болады. Ортақ жау Германияны жеңген соң, Кеңес одағы бастаған социалистік шығыс пен Америка бастаған капиталистік батыс елдері үш қайнаса да, тіпті 10 қайнаса да сорпасы араласпайтынын тез түсініп, арасы бірден суый бастайды. Негізі, Карл Маркс есімді қалың сақалды кісінің социалистік идеясы батыс үшін ең басты қауіп болатын. Нақтырақ айтқанда, батыс жастардың арасында белең алып келе жатқан социализм идеологиясы Еуропа мен Американың қалыптасып қалған капиталистік қоғам және мемлекеттік жүйесіне үлкен қауіп төндіреді. Сол себепті Кеңес одағының социалистік идеологиясын батысқа қарай өтіп кетпей ұстап тұру үшін бір кедергі қажет болады. Ол кедергінің міндеті біріккен, экономикасы қуатты әрі дамыған Германияға жүктеледі. Осы мақсатта 1949 жылы ақш, Ұлыбритания және Францияның бастауымен неміс елінің батыс оккупациялық аймағында жаңа мемлекет, қазір біз білетін Германия Федеративтік Республикасы дүниеге келеді. Бұған жауап ретінде дәл осы 49 жылы Кеңес одағы өз оккупациялық аймағында ГДР, яғни Германия Демократиялық Республикасын құрады. Бұл мемлекет Берлин қабырғасы құлауымен 41 жылдан кейін 1990 жылы Батыс Германияға қайта қосылады. Бұл бірінші саяси себеп. Ал екінші себеп ақша. Ақша болмаса Америка бола ма? Нақтырақ айтқанда 1944 жылдан бастап ақш доллары әлемдік валютаға айнала бастайды. Сол себепті екінші дүниежүзілік соғысының арқасында өсіп қалған өз экономикасын одан әрі дамытып, қирап жатқан Еуропа нарығын мүмкіндік барда басып алып, бизнесін жүргізу үшін Америкаға тағы да сол біріккен әрі экономикасы қуатты Германия қажет болады. Яғни американдықтар бұл әрекетке немістерге жан ашып, мейірім оянғаннан емес, қайта керісінше өз ұпайын түгендеу үшін ғана барған. Жеке ештеңесі жоқ. Бизнес тек қана бизнес. Бұл Америка саясатының шынайы бейнесінің көрінісі. Мінекей, осы және тағы да себептерге байланысты ақш мемлекеттік хатшысы Джордж Маршалл ұсынған жоспар бойынша Батыс Германия экономикасына 1 миллиард 400 миллион доллар құйылады. Бүгінгі курспен бұл сома шамамен 18 миллиард долларды құрайды екен. Соғыс жеңілген елге не бергенін қараңыз.
Бұл қаражат негізінен қирап қалған қалаларды қалпына келтіру мен атақты неміс өнеркәсібін көтеруге жұмсалады. Девальвацияның кесірінен елімізде көптеген бизнестердің табысы азайып, жабылып жатыр. Алайда доллардың курсы өсу жағдайында өте тиімді бизнес жасау жолы бар. Ол экспорт, яғни қазақстандық тауарларды шетелге сату. Экспорт бизнесінің артықшылықтары мынада. Доллар курсына тәуелді болмайсың, яғни тауарыңды теңгемен өндіріп, доллармен сатасың. Ал доллар курсы өсіп жатса, қайта саған жақсы, табысың артады. НДС секілді көптеген салықтардан босатыласың. Бұл да табысты арттырудың керемет мүмкіндігі. Қазақстанның кішкентай ғана нарығымен шектелмей, бүкіл әлем нарығына шыға аласың. Мемлекеттік тікелей қолдауы тағы да бар. Себебі елімізге экспорттық потенциалды арттыру ауадай қажет болып тұр. Егер сіз өндіріп отырған тауарларыңызды экспорттағыңыз келсе, тіпті өндіруші болмасаңыз да экспорт агенті болып жақсы табыс тапқыңыз келсе, Қазақстанның номері 1 экспорт бойынша маманы Гүлмира Юсупованың авторлық экспорт курсына қатысуға шақырамын. Гүлмира ханымды мен жеке танимын, және де қызметіне толыққаны сенімдімін. Бұл кісінің көптеген жетістіктерінің ішінде мен мынаған таңғаламын. Гүлмира ханым Қазақстанның балық өнімдерін балықтың отаны Норвегияға экспорттайды ғой. Ойланып көріңіздер. Шынымен де номері 1 маман. Бұл курста қалай экспорттық компанияны ашуға болатынын, экспорттау үшін қандай құжаттар керектігін, шетелден клиентті қалай табуға болатынын, миллиондаған шығындарға ұрындыратын қымбат қателердің қалай алдын алуға болатынын, және де тағы да басқа құнды ақпараттарды ала аласыздар. Осынау керемет мүмкіндікті өткізіп алмай, тезірек курсқа жазылу үшін сипаттамадағы сілтеме арқылы хабарласыңыздар. Жақсы. Америка Германияға ақша құя бастайды. Алайда сол қыруар қаржыны дұрыс бағыттап жұмсайтын адам болмағанда Маршалдың жоспары іске асатын бе? Әлбетте жоқ. Ендеше соғыстан кейінгі Германияның өркендеуі мен экономикалық ғажайыбының басты қаһармандарымен танысудың кез келді. Танысып қойыңыздар. Фашистерге мойынсұнбай, олардың қудалауынан аман қалған Конрад Герман Йозеф Аденауэр мен Германияның экономика министрі болған Людвиг Вильгельм Эрхард. Бұл екі жігіт қирап қалған неміс мемлекетін мұна өз қолдарымен көтереді. Олардың жасаған реформаларына кіріспес бұрын Аденауэр жайлы айта кетейік. Конрад Аденауэр 1876 жылы орта деңгейлі қарапайым отбасында дүниеге келеді. Білім алуға ақшасы аз болғандықтан, жас Конрад 5 жылдық оқуды 2,5 жылда экстермен аяқтап үлгереді. Оқудан кейін оның қызметі өрге жүзеді. Қайда барса да сол жерде даму мен өркендеу болатын. Осылайша 1917 жылы ежелгі Кёльн қаласының ең жас әкімі атанады. Алайда 1933 жылы билікке келген Гитлердің саясаты мен нацистік идеологиясына қарсы болғандықтан қызметінен босатылып, қудалануға ұшырап, 2 рет түрмеге отырып шығады. Бұл кісінің рухы биік болғаны соншалық, соғыс кезінде нацист билігінен қысым көріп жүргеніне қарамастан, Гитлер әйтеуір кетеді ғой деп, демократияға негізделген болашақ Германияның жоспарын құра бастайды. Міне мінез қайда жатыр. Ал 1944 жылы осы жоспарын іске асыруға тарихи мүмкіндік туады. Сайлауда бір ғана ұпаймен басым түсіп, Германия Федеративтік Республикасының ең алғашқы канцлері, яғни үкімет басшысы болып сайланады. Әрине, кез келген билікке келген басшы қызметін атқару үшін команда жинау керек. Абырой болғанда Конрад Аденауэр шынымен де мықты команда жинайды. Оның ішінде көптеген мәселелерде келісімге келе алмай дауласатын, дегенмен сол команданың ең тиімді әрі атақты мүшесі Людвиг Эрхард болатын. Қырсық мінезімен танылған Эрхард Батыс Германияның ең алғашқы экономика министрі болып тағайындалады. Соғыс кезінде бұл кісі нацистерден кейінгі Германияның экономикалық реформаларын әзірлеумен айналысқан. Сол себепті соғыстан кейінгі Германияға экономикалық реформалар жоспары қажет болғанда, Эрхардтың ғылыми зерттеулері дер кезінде пайдасын тигізеді. Байқасаңыздар, бұл кісілер соғыс кезінде диванда жатып билікті жамандаумен уақытты тек өткізбеген. Біріншіден, әрине, бұл өмірге өте қауіпті болған. Ал екіншіден, білімі мен тәжірибесін қолдануға орай келеді деген нық сеніммен әбден дайындалған. Қажыр қайратпен, адал еңбекпен кез келген дағдарысты еңсеруге болады деген Германияның экономика министрі Людвиг Эрхардтың қағидасы шынымен де іс жүзінде жеміс бере бастайды. Бұл кісілер бірнеше қауіпті, алайда өте тиімді капитализмге бағытталған реформаларды іске асырады. Біріншіден, тауарлардың бағасын мемлекеттік реттеуден босатып, еркін жібереді. Бұл шешімге ақш пен Британияның оккупациялық билігімен неміс халқы өте наразы болады. Себебі бағалар күрт өсіп кетеді. Дегенмен, бұл шешім арқылы ең бастысы жоқшылық, яғни дефицит жойылып, дүкендер тауарларға лық толып кетеді. Себебі нарықтық баға қойылғаннан кейін жұмыс жасап, тауар өндіру бірден тиімді болып кетеді.
Осы шешімнің арқасында кеше ғана бір тілім нан үшін телміріп көше кезіп жүрген неміс халқының тұрмысы бірден жақсарып кетеді. Бәлкім неміс елінің бізден озып кетуінің бірден бір себебі осы бағаны еркін жіберу шешімі болар. Мысалы, біздің еліміз бұл шешімді тек 1992 жылы қабылдайды. Бұл енді жай ғана менің ойым. Аденауэр мен Эрхардтың өте қауіпті, алайда бұл да өте жақсы нәтиже берген келесі шешімдері ескі Рейхс маркасын жаңа Дойч маркасына айырбастап ақша реформасын өткізу. Бұл шешімді де дау айналып өтпейді. Себебі банк шоттарына жатқан немістердің ақшасы бірден құнсызданып кетіп, көптеген адамдар жиған тергеннен бір мезетте айырылып қалады. Дегенмен де осы және тағы да басқа реформалар Германия экономикасына оң әсерін беріп, оны көтере бастайды. Мысалы, 50-ші жылдарының ортасында Германия өнеркәсіп өндірісі бойынша әлем бойынша 5-тікке кіреді. Ал 1951 жылы Германия, Бельгия, Нидерланд, Люксембург, Франция және Италиямен бірге болашақ Еуроодақтың атасы болған Еуропалық көмір және темір одағын құрады. Бұл маңызды шешімде Германия экономикасының өсуіне тағы да серпіліс береді. Осылайша 19 ғасырда басталған Mercedes, BMW, Siemens, Bayer сынды атақты компаниялардың жаңа дәуірі басталады. Бір қызығы, соғыстың салдарынан қирап қалған бұл компанияларды қалпына келтіріп, оларды ары қарай дамыту міндеті кезінде фашистерге қызмет еткен осы компаниялардың бұрынғы иелеріне жүктеледі. Себебі кез келген бизнесті сол бизнестің иесінен артық ешкімнің жаны ашып оны дамыта алмайды. Бұл үлкен бизнесмендерді кезінде Гитлерге көмектескеніне қарамастан түрмеден шығарып, сүйікті істері бизнес жасап, ақша табуға мүмкіндік береді. Осылайша, соғыс кезінде Германия әскеріне униформа тіккен Хуго Босс деген кәсіпкер фашистерге көмектескені үшін жазаланудан аман қалып қана қоймай, өз компаниясын аяғына тұрғызып, элиталық ерлер киімін шығара бастайды. Я достар, біз білетін американдық жұлдыздар жарнамалайтын қымбатты абыройлы Хуго Босстың компаниясы соғыс кезінде нацистерге әскери форма тіккен. Хуго Босспен қатар мыңдаған адамдарды өлтіруге құрал болған әйгілі немістің Тигр деп аталатын танкісін шығарған Фердинанд Поршені жатқызуға болады. Бұл кісі соғыстан кейін француз түрмесінде 2 жылдай отырып шығып, өз елінің дамуына үлес қосып, әлемнің ең көп шығарылған Volkswagen Cafe немесе Volkswagen қоңыз көлігін шығарады. Фердинанд Порше қайтыс болған соң, оның компаниясы мыңдаған көлік сүйер қауымның арманына айналған 911 моделінің жаңа үлгілері әлі күнге дейін шығып келеді. Порше мен Босспен қатар Bayer, Siemens, Bosch сынды Германияның тағы да басқа атақты компанияларының мысалын келтіруге болады. Несі бар? Білімді әрі талантты адамдар қандай жағдайда болмасын әрқашанда сұранысқа ие. Егер сізде кәсіп көзін іздеп, қандай бизнес ашсам екен деп жүрсеңіз, елімізде қарқынды дамып келе жатқан Coffee Original кофеханалар желісінің франшизасын ұсынамыз. Өйткені бұл брендтің артында тұтастай құндылықтар жүйесі тұр. КМДБ-нің ресми халал сертификаты. Клиенттер үшін сенімділік, ал сіз үшін тұрақты аудитория. Әр нүктесінде арнайы намазханалары бар. Бұл рухани құндылықтар мен санасатын заманауи формат. Тек әйелдерге арналған кофехана түрлері. Қауіпсіз және ыңғайлы атмосфера бүгінгі нарықтың сұранысы. Жұмыс істеуге немесе сабақ оқуға ыңғайлы кеңістік, студенттерден кәсіпкерлерге дейінгі аудиторияны қамтитын орта. Жоғары деңгейдегі сервис пен дәмді тағамдар, қайтып келетін клиент кепілі. Және ең маңыздысы, барлығы жүйеленген. Яғни сізге бизнес жоспар жазудың, бренд жасаудың, маркетинг ойлап табудың қажеті жоқ. Coffee Original бұл жай ғана кофе емес. Бұл дайын әрі табысты бизнес жүйесі. Сізге тек іске қосу ғана қалып тұр. Толық ақпарат алу үшін сипаттамадағы телефонға хабарласыңыздар. Достар, байқайсыздар ма? Қазіргі таңда әлем бойынша Германияны Гитлермен байланыстырып, бұл елді жасаған зұлымдықтары үшін сөгіп жатпайды. Керісінше, Германиядан шыққан нәрсе өте сапалы әрі абыройлы болып саналады. Мысалы, кезінде Гитлер мініп жүрген Mercedes қазіргі таңда статус пен байлықтың белгісі. Бұл да Аденауэрдің айтулы жетістіктерінің бірі. Германияның репутациясы мен халықаралық қарым-қатынасын қалпына келтіру үшін ол алғашқы болып Париж, Лондон, Вашингтон және Мәскеуге ресми сапар шегеді. Тіпті Израильмен де дипломатиялық байланыс орнатып, компенсациялар мен репарациялар жайлы келісіп кетеді. Оның кезінде фашистердің әскери қылмыстарының тергеуі жүргізіліп, бүкіл Германия бойынша нацистер жайлы шынайы деректі фильмдер көрсетіле бастайды. Миллиондаған адамдар азапталып, жан тапсырған концлагерлердің көзін жою үшін бүкіл елден немістің жастарын жұмылдырады. Осылайша неміс халқы тұтастай ұлт болып бірігіп, жасаған қателіктерін мойындап, тәубесіне келеді. Нәтижесінде халықаралық қауымдастық немістер мен Германияны қайтадан өз қатарына қосады.
Әрине саясаткер болған соң, әсіресе көптеген жетістіктерге жеткен саясаткер болған соң, Конрад Аденауэр критиканың тіпті мазақтың құрбаны болады. Көзі тірі кезінде Кеңес одағы бастаған социалистік елдер санамағанда, туған Германиясында оған 22 000 карикатура салынады. Әрине оның реформалары рискке толы болатын. Алайда бұл саналы риск болатын. Мынандай қирап жатқан елді бар болғаны 5-10 жылдың ішінде осындай елге айналдыру оңай ма? Осыншама жетістіктерге жету үшін Конрад Аденауэр басқа мұртты диктатор сияқты өз халқын тоздырып, малын тартып, коллективизация жүргізіп, саясатымен келіспегендерді атып тастап, не түрмеде қамап жатпады. Конрадтың жасаған еңбегі толықтай аяқталады. Германияның абыройын қайтарып, оны дамыған әрі қуатты мемлекетке айналдырады. Бүкіл әлем Германияның экономикалық табыстарына тамсанып, оны үлгі тұта бастайды. Осының бәріне қарамастан, бүкіл жоспарын іске асырып, экономикалық әрі саяси шыңда тұрса да, билікке жармаспай, мерзімі келгенде заңға бағынып, орнын босатады. Абырой болғанда, Аденауэрдің еңбегі заяға кетпей, билік сенімді адамның қолына түседі. Германияның келесі канцлері болып, Конрадпен бірге елді көтерген экономика министрі Людвиг Эрхард сайланады. Жаңа қызметте де ол да неміс елінің ары қарай даму жолында жемісті еңбек етеді. Осылайша, өткен ғасырда болған түрлі әлемдік дағдарыстарға төтеп беріп, оларды сәтті еңсерген Германия бүгінгі таңда кәрі құрлық Еуропаның номері 1 экономикасына айнала білді. Ал 1989 жылы Берлин қабырғасы қираған соң, Кеңес одағының ықпалында өмір сүріп келген ГДР Батыс Германияға қосылып, жаңа ғасырда біріккен Германия әлемнің ең бай әрі ықпалды мемлекеттердің қатарында қарсы алады. Әлбетте, қазіргі таңда Германияның демографиялық дағдарыстан бастап саяси әрі экономикалық проблемалары жетерлік. Дегенмен де жер бетіндегі сапа мен тәртіп дегенде бірден осы ел ойға келетін Германия қажыр қайрат пен табанды еңбектің қандай жеміс беретінің керемет үлгісі. Бүгінге осы, бұл Friday Time арнасы, менің есімім Тілеухан Шыңғысханұлы. Видеомыз өтсе, арнамызға жазылып, комментарийлерде Батыс Германия, ГДР сияқты Кеңес одағының ықпалында қалғанда, немесе Маршалл жоспар арқылы ақш-тың қаржылай көмегі болмағанда, осындай жетістіктерге жетер ме деген сұраққа өз ойларыңызды қалдыруларыңызды сұраймыз. Достар, Құдайға шүкір, сіздердің қолдауларыңызбен біздің арнамыз қарқынды дамып келеді. Алайда көптеген қаралымдар жазылымсыз болып жатыр. Сол үшін де біздің алгоритмдерімізге оң әсерін тигізетін жазылымдар өте маңызды. Жазылып, жаңа видеоларымызды қарауларыңызды сұраймыз. Келесі көріскенше бар болыңыздар.